Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай тауық қанаттарын пеште дайындайтын боламыз. Өте қарапайым, өзімнің рецептімен бөлісемін. Дәмі керемет болып шығады. Бізге керегі осындай тауық қанаттары. Дәл осылай екіге бөліп алсаңыз да болады. Мына үш жағын бізге керегі жоқ, оны тастай бересіз. Осылай екіге бөліп аламыз. Болмаса толығымен солай маринадтасаңыз да болады. Енді үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Бір қасық тұз саламыз және үлкен қасықпен, ас қасықпен осылай паприка саламыз. Содан соң осының үстіне 3 ас қасық майонез саламыз. 2 ас қасық кетчуп саламыз. Рецепт өте қарапайым, бірақ дәмі керемет болып шығады. Енді осының үстіне 3 дана сарымсақты езіп салатын боламыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Толық араласатындай, жағылатындай болу керек. Және бетін жауып 2 сағатқа қалдырсаңыз болады. Болмаса, асығыс болмасаңыз, бір түнге қалдырсаңыз да болады. Өзіңіздің пешіңіздің табасына осылай орналастырып саламыз барлығын. Және міндетті түрде қызып тұрған пешке 40-30 минут пісірсеңіз болады. Әр пеш әртүрлі, соған байланысты. Міндетті түрде жасауға кеңес етем. Рецепт өте керемет болып шығады. Ешқандай май құюдың қажеті жоқ. Жабыспайды, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей, өзіңіз көргеніңіздей осылай болып шығады. Ас болсын. Сіздермен Фариза. Менің видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар.